Әбдісадық Жайлауов Төлепбайұлы 1953 жылы Арыс қаласында дүниеге келген. 1970 жылы Арыс қаласында Сергей Миронович Киров атындағы мектебін бітірді. 1972-75 жылы Қызыл тулы тынық мұхиты әскери теңіз флотында әскери борышын өтеді. 1975 жылы Ленин атындағы Қазақ политехникалық институтының сәулет факультетіне түсіп, 1981 жылы Алматы сәулет құрылыс институтын бітірді. Мамандығы сәулетші. 1981 және 82 жылдар аралығында Алматы қаласында Қазгипроград жобалау институтында сәулетші болып қызмет атқарды. 1982-86 жылдар аралығында Арыс қаласында қаланың бас сәулетшісі болып қызмет атқарды. 1986-1994 жылдары Кентау қаласының бас сәулетшісі болды. 1994 жылы желтоқсан айынан бастап Оңтүстік Қазақстан облысының бас сәулетшісінің бірінші орынбасары қызметінде жұмыс атқарды. 2003 жылдан бастап НАР жауапкершілігі шектеулі серіктестігі фирмасының филиалының төрағасы болды. 2007 жылдан жеке кәсіпкер болып, АйЕр жауапкершілігі шектеулі серіктестігі фирмасын ашып, соның төрағасы қызметін атқарды. 1982 жылдан бастап Кеңес одағының сәулетшілер одағының мүшесі, қазіргі таңда Қазақстан Республикасының сәулетшілер одағының мүшесі. 2016 жылдан бастап зейнеткер бола тұрып, Мұхтар Әуезов атындағы университетінде сәулет пәнінен сабақ берді. Ол еліміздің құрметті сәулетшісі атағын иеленген жан. Өмірінде 2 ұл, 2 қызды тәрбиеледі. Ұлына және қызына өнегелі, үлгілі әке бола білді. Оның істелген авторлық жұмыстары Арыс қаласының бас жоспары 1981 жылы. Ұлы Отан соғысының ардагерлеріне обелиск 1985. Қазақ-Жапон достық монументі 1993. Шымкент қаласының орталық саябағындағы субұрқақ 2012. Шымкент қаласы Жеңіс саябағында орналасқан Кеңес одағының батыры Рақымов ескерткіші 2012. Сіргелі мешіті және тағы басқа көптеген шығармашылық жұмыстары бар. Міне, еліміздің құрметті сәулетшісі дәл осындай үлкен, өлшеусіз үлес қосты. Еліміздің сәулет өнеріне аянбай еңбек етті. Ол 15 немересінің қызығын көріп, олардың тәй-тәй басқан балдай тілін көріп кетті. Алладан кейінгі шеберім, жан әке жан жүрегім,
самғасам күш қуат демеуін, сүрінсем тірегім, қалдырмас аязға ызғарға, алыбым асқар тауым. Жан әке қасымда сіз барда, арайлы әр таңым. Әр қашанда биік көретін мен басқадан, менің әкем, менің әкем, ең жақсы адам. Менің әкем, менің әкем, ең жақсы адам. Қасиет киеңнің шыңына арнадым алғыс тағзым. Еш мектеп жете алмас құнына, ең мықты ұстазым. Аңсайды ұлына әр әке, елде жоқ бақ қонғаным. Жетеді мен үшін жан әке, сөзде ақ болғаным. Әр қашанда биік көретін мен басқадан, менің әкем, менің әкем, ең жақсы адам. Менің әкем, менің әкем, ең жақсы адам. Әр қашанда биік көретін мен басқадан, менің әкем, менің әкем, ең жақсы адам. Менің әкем,